Теңіз кен орнының 9 мыңға жуық қызметкері тұратын Жылой ауданындағы су тасқынымен күресуге көмекке алғашқылардың бірі болып Теңізшевройл мамандары келді. Сәуір айының алғашқы күндерінен бастап теңізден Құлсарыға ондаған техника мен арнайы техника келіп, тәулік бойы бөгет салды. Теңіз қоймаларынан 300 мыңға жуық қап, күрек, қолғап, геосинтетика, полиэтилен орамдары, жарық діңгектер, жағаларды нығайтуға қажеттінің бәрі жиналып Құлсарыға келінді. Бөгет құрылысында жұмыс істеп жатқан жылойлықтар азық-түлікпен қамтамасыз етілді. 4 сәуірден бері тұшоның жанар жағармай құю операторлары су тасқынының алдын алу және оның салдарын жоюға жұмылдырылған арнайы техникалар мен басқа да көліктерге 200 мың литрге жуық жанар жағармай берді. Теңізшевройл бизнес серіктестерімен бірге су тасқынына қарсы тұруға көмектесу үшін ауыр техниканы жұмылдырды. Эвакуация жараланған кезде әкімдікпен тығыз байланыста жұмыс істеп, 7 мыңнан астам адамды теңіз қалашығындағы жатақханаға көшірді. Шо тұрғындарды қауіпсіз жерге теңіз кен орнындағы вахталық қалашықтарға жеткізу үшін дереу автобустар жіберді. Сонымен қатар вахталмасуға арналған пойыздармен жүздеген тұрғындарды эвакуациялады. 6 сәуірде түнгі сағат 2-де теңіз кеніші маңындағы вахталық қалашығына көпшілігі әйелдер, қарттар мен балалардан тұратын Құлсары қаласының алғашқы эвакуацияланған тұрғындары келді. Теңізшевройл қызметкерлері дереу еріктілер тобын жұмылдырып, зардап шеккендерге гуманитарлық көмек жинауға кірісті. 6 сәуір күні сағат 10:00-де компания мен мердігер ұйымдардың қызметкерлері Атыраудағы бас кеңседе Жылой ауданының тұрғындары үшін гуманитарлық көмек жиналып жатқанын білді. Алғашқы күні-ақ ШО қызметкерлері су тасқынынан зардап шеккен жылойлықтарға 2,5 тонна гуманитарлық көмек жинаса, 3 күнде теңізге 5 тоннаға жуық қажетті тауар жөнелтті. Бұл күндері біздің бас кеңсенің мәжіліс залы мүлдем өзгеріп кетті. Біздің қызметкерлеріміз, әріптестеріміз минут сайын ең қажетті заттарды әкеліп жатты. Гигиеналық құралдардан бастап ойыншықтарға дейін. Маған көптеген адамдар заттарын сатып алмастан бұрын менің жетіспейтінін сұрағаны өте ұнады. Қандай заттар қажет және осылайша олар ең жетіспейтін нәрсені ғана сатып алды. Біздің теңіздегі вахталық администраторларымыз тұрғындар арасында қандай көмек қажет керек дегендігін сұрақтарын сұрап, сауалдама жүргізіп, тізімдерді біріктіріп, бізге уақытында хабарлап отырды. Негізгі көмектің көбін еріктілер көрсетті. Біз ғана көбіне процесті үйлестіруге, заттарды сұраптауға және жинақтауға көмектесті. Осы қазіргі болып жатқан осындай қиын жағдайды тап болған жерлестерімізге қолдау көрсетуге келген баршаңызға алғыс айтқым келеді. Көп рахмет сіздерге, аман сау болайық. Теңізшевройл компаниясының қызметкерлері болған жағдайды қатты уайымдай отырып, осынау қиын кезеңде Атырау облысының тұрғындарымен бірге болды. Тұрғындарға су тасқынының тікелей салдарын жоюға көмектесу және су тасқынынан зардап шеккендердің қалыпты өмірін қалпына келтіруге көмектесу үшін компания 2 миллиард теңге бөлді. Қарапайым қызметкерлер де көмек қолын созды. Біз бір топ әріптестермен бірге бұрын-соңды болмаған осындай жағдайда қалай көмек көрсетеміз деп ойладық. Маған және менің отбасыма Атырауда тұрған ұнайды. Әкем үнемі қолынан келіп тұрса көмектес деп айтатын. Сондықтан бүгін біз бір топ әріптестерімізбен Атырауда жақындап келе жатқан су тасқынынан қорғау үшін өзен жағалауына қапшықтар орнатуға келдік. Кәсіпорын қызметкерлерде халық арасында американдық қалашық деп аталатын Достық қалашығының тұрғындары да демалыс күндері және жұмыстан кейін Жайық өзенінің бойында бөгеттер мен жағалау бекіністерін салуға атсалыса бастады. Тіл айырмашылығына қарамастан шетелдіктер ортақ мақсатты тез түсініп, жергілікті тұрғындармен бірге Жайық жағалауын нығайтуға кірісті. Жұмыс барысында компания мамандары көршілес мектептің еріктілеріне қаптарды топырақпен толтыру процесін тездету үшін жаңа шешімдер ұсынды. Ал мұғалімдер шетелдіктермен сөйлесіп, ағылшын тілін жаттықтырды. Бүгін мен Атыраудың солтүстік бөлігіндемін. Осы жерде біз 8 шақырымдық топырақ бөгетін салып жатырмыз. Бұл біздің әкімдікпен ынтымақтастығымыздың бір бөлігі. Әкімдікте бағдарлама жүзеге асырылып жатыр. Соған сәйкес бізге бизнес серіктестерімізбен бірге бөгет салуға 8 шақырымдық осы участке бөлінді. Мен Сетим компаниясын техникаларды күні бұрын жұмылдыра бастаған негізгі бизнес серіктестердің бірі ретінде атап өткім келеді. Бұл бөгет құрылысына 70-тен астам техника, сондай-ақ 170-тен астам адам жұмылдырылды. Осы уақыт ішінде ШОның өндірістік қызметі мен келешек кеңею жобасы, ұңғыма ернеуіндегі қысымды басқару жобасы бойынша іске қосу жұмыстары үздіксіз жалғасып отырды. Бұл бірге жұмыс істеп, бір-бірімізді қолдау арқылы Атырау тұрғындарын қорғап қалатындай үлкен нәтижеге қол жеткізе алатынымыздың тамаша үлгісі. Баршаңызға ескертетінім, ықтимал су тасқынына қатысты үкімет нұсқауларын орындаңыздар. Өзіңізді және отбасыңызды ықтимал су тасқынына дайындауға уақыт бөліңіздер. Және әрине сенімді дерек көздерден ақпарат алыңыздар. Мен Теңізшевройл қоғамды қолдау үшін осы жерде жүргенін мақтан етемін. Келешекте ынтымақтастығымыз ұзаққа созылады деген үміттеміз. Рахмет.